әлемді өзгертетін ұстаздар тақырыбындағы 11-ші халықаралық ғылыми-практикалық конференция өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Биылғы жылдың ерекшелігі ретінде мен шетелдіктер емес, сол шетелдік спикерлермен қатар қазақстандық спикерлердің, сосын аудиторияның білім деңгейінің өскендігін атап өткім келеді. Бүгін мен Дана Шерри деп аталатын жаңа халықаралық спикердің секциясында болдым. Жалпы бұл жерде біздің қазақ тарихына өте жақын дүние айтылды да, мысалы ауызша сөйлеу арқылы мектептегі класстағы климатты өзгерту. Кейде бізде негативті ертегілер болады ғой, солны қалай позитивке ауыстыру керек, сол дүниенің бәрін айтқан кезде тіпті ол спикердің қасында біздің аудиториядан тұрып мұғалімдер өздерінің ойымен бөлісті. Өте қызықты болды. Менің ойымша, жалпы бүгінгі таңда Қазақстандағы білім жүйесінің дамуы, ол бүгінгі таңда қатысушылардың, мұғалімдердің, аудиторияның дайындығынан білуге болады.